Қазақстанның басқа елдерге қарызы қанша? Мұнай бағасы түсіп кетсе, не істейміз? Трамп Путинмен Қазақстанда кездесе ме? Амансыздар ма, көрермендер? Өткен аптада парламентке бас сұққан қаржы вице-министрінен Қазақстанның қарызы қанша деп сұрадық. Өйткені борыштың аты борыш. Оны бүгін біз өтемесек, ертең үрімбұтағымыз өтейді. Ресми мәліметке сүйенсек, Қазақстан Республикасының сыртқы борышының көлемі 2024 жылы қазанда 165-те 8 миллиард ақш долларын құраған. Оның 74,1% несиелер мен кредиттер. Бұл ұлттық банктың мәліметі. Көбі 10-15 жылға алынған. Қаржы министрлігі де Қазақстанның қарызға белшесінен батып отырғанын жасырмады. Бірақ бізді жұбатып алда оның көлемін азайтамыз, өтейміз дейді. Қарызға өмір сүріп жатыр дейді. Вице-министр, қаржы вице-министрін айтып отырған. Ол депутаттарға беріп отырған жауабы. Осымен келісесіз бе? Әріптесіңізбен? Қарыз болғанда былай ғой, мемлекеттік бюджетте қарыз бюджеттік дефицит көзделген, қарыз мөлшері көзделген. Сол параметрлар шеңберінде қарыз бар, сол қарыздың мөлшерін азаю көрсетілген. Мысалы қазір 2,4% болса, 24 жылдың қорытындысы бойынша ВВП-ға қатынасты қарыз берешек, қарыз дефицит. 2027 жылдың қорытындысы бойынша бұл сома 1,9% құрайтын болады. Ары қаратай абсолюттік және мынау процент бойынша да, және де үлкен сома бойынша да төмендету көзделген. Қандай халықаралық ұйымдардан біз қарыз алып отырмыз? Біз енді белгілі Семейный банк бар, Азиатский банк бар, солардан қарызға аламыз. Қанша пайызбен алып отырсыздар? Әр келісім өзінің шарттары бар. Мысалы, кешірек төлеу және төменгі пайыздар бар. Мысалы, соңғы енамен алынған қарыздар өте төмен пайызбен алынған. Қанша? 2%, 3%, 1%? Одан ас менде дерек бар, сізге көрсетіп көрсетіп. Білмейсіз ба былай өзіңізге? Қолымның астында бар. Қанша жылға алдық? Біз қарыздарды 10 жыл, 15-20 жылға алған сұрақтар. Әр келісім шарттың өзінің шарттары бар. 30 жылда алынған қарыздар бүгінгі күнге барлығы қайтарылды ма? Мемлекеттен? Бізде ол кезде де қарыздар болды ғой негізінде. Біз уақытылы, мысалы, жылдың бюджетте көрсетілген қарыздарды қайтарылу мерзімдері уақытылы жүргізіліп жатыр. Алдыңғы алған қарыздар, олар бюджетке салынып қайтарылды. Назарбаевтың басқарған уақытындағы қарыздар қайтарылды ма? Шетелдегі алынған қарыздар қайтарылды ма бүгінгі? Барлық алынған қарыздар уақытылы шарт бойынша қайтарылды. Президент Тоқаев болған кезде қанша қарыз мемлекет қарызға кірді? Мен сізге қазір деректі көтеріп көрсете аламын. Хорошо? Соңғы займдардың несі бойынша жылдар әртүрлі. Мысалы, соңғы алған займдар бойынша, АБР-дің алған займдар бойынша, олар 15 жылға алынды. Соның 3 жылы бізде льготный, ол кезде саналмайды сыйақы. Енді бұл жерде комиссия резервирования болса 0,15% құрайды. Ал егер процентная ставка, ол тония плюс спред 0,5% дейді. Осындай қымбат емес, бірақ иена бойынша жүргізіледі. Долларға бағамы байланған жоқ. Сондықтан бұл қаражаттар займ ретінде бізде қолданылады. Дефицит бюджетті азайту үшін. Қаржы вице-министрінен қарыз алмай өмір сүруге бола ма деп те сұрадық. Бізді шенеуніктің логикасы таң қалдырды. Ол қарыз алмау үшін салықты көбейту керек дейді. Қызық. Сіз не дейсіз? Қарызсыз немесе шетелдің банктерінен, халықаралық ұйымдардан қарыз алмай ондай шыға аламыз ба негізі? Шығуға болады. Бұл енді бастапқы мақсат ол өзіміздің кірістерімізді көбейту ғой. Кірістерді көбейту керек, және енді шығыстар жағын азайту керек дегенде тұжырымдама айтылады. Бірақ шығыстар өзіңіз білесіз, жартысынан көбі әлеуметтік салаға жұмсалып жатады. Здесь бұл жағынан енді шығыстарды көбейту үшін біріншіден базаны көбейту керек, салық базасында. Бұл жерде енді бұл саясат, екінші жағынан бұл цифрландыру керек деп жатырмыз ғой. Мақсат бізде қазір сол кірістер, өзіміздің кірістерімізді ұлғайту. Бұндай мақсат көзделген 29 жылға дейін. Сандық көрсеткіш бойынша да, процент көрсеткіш бойынша да азайту бар. Бұл әртүрлі жолдармен қолжетімді болуы мүмкін. Мысалы, ставка ұлғайту, ол да бір тәсіл. Немесе кіші бизнес, орта бизнес барлығын, мысалы, әкімшілік тірендерді қатайту. Онда ол бизнес өкілдеріне қатты тиюі мүмкін, мысалы. Тексеріс, мысалы. Бізде қазір көбін айтамыз ғой, ірі бизнесті тексеру керек дейміз. Бізде, мысалы, көлеңкеде
17,5% құрайды ғой, мысалы көлеңкелі экономика. Ол жерде көбіне сауда саласы, одан кейін ауыл шаруашылығы және құрылыс саласы. Бұл жерде орташа немесе кіші бизнес өкілдері өте көп. Мынау 2024 1 октябрьға қарағанда қарызды айттыңыз ғой. Иә. Бұл қарыздан кейін жаңа жылға дейін тағы да біз қарыз алдық па негізі? Мемлекет тарапынан бұл соңғы қарыздарды айтып өттім. Енді қарыз болғанда бізде бюджеттің, мысалы, өзінің бір статьясы бар, бөлігі, мысалы, дефицит, покрытие дефицита, бұл қабылданған бюджеттің шеңберінде көзделген, содан қарызға алады. Енді түсініп отырмын, біз қарыз алу мемлекеттің мойнындағы берешек қой, болашақтың берешегі деп санаймыз. Оны біздің мемлекет орган атынан оны азайту немесе мүлдем болмауға да енді қадам жасап жатырмыз. Ол үшін расында да салық кедендік әкімшіліктендіруді ұлғайту керек, немесе салық саясатын өзгерту керек. Мысалы арнайы салық режимдері бар, жеңілдіктер режимдері бар, оларды бәрін қайта қарап алып тастау керек пе деген сондай да ойлар қаралып отыр. Бірақ ол бір жағынан кәсіпкерліктің дамуына шектеу болуы мүмкін. Ондай да бар бізде. Ол әртүрлі шарамен қабылданады. Өткен аптаның тағы бір маңызды жаңалығы, ақш президенті Дональд Трамп ресми түрде билік тізгінін қолына алды. Іле-шала Швейцариядағы белгілі бүкіл дүниежүзілік Давос экономикалық форумында қашықтан сөйлеген сөзінде мұнай бағасы мен Ресей басқыншылық соғысын тоқтату туралы сөз қозғады. ақш-ты әлемнің басты энергетикалық державасына айналдырып, арзан мұнай мен сұйытылған газбен тек Американы ғана емес, бүкіл әлемді қамтамасыз етуге уәде етті. Егер Трамп мырза айтылған сөз атылған оқ деп іске кіріссе, мұнаймен күн көріп отырған Қазақстан қайтпек? Трамптың мына бір сөзі бар. Біз мұнай мен газ саласын өңдеуді өзімізден бастаймыз деді. Америкадан бастаймыз деді. Біз енді сырттан мұнайды тасымалдауды тоқтатамыз да өзімізден өндіре бастаймыз деді. Егер өзінен өндіре бастайтын болса, онда шын мәнінде ол тек қана Қазақстан емес, жалпы Орта Азияға қиын болады. Ол Ресейдің өзіне де қиын болады. Өйткені бүкіл Европаны қамтамасыз етіп отырған Ресей, Орта Азия газдары мен мұнайлары бірден тоқтауы мүмкін. Американың өзінде үлкен қор бар. Егер осы саясатты ұстанатын болса, шын мәнінде бұл жерде тек қана теңгенің құлдырауы емес, жалпы Орталық Азияда жағдай саяси, экономикалық жағдай өзгеріп те қалуы мүмкін. Бірақ ол қаншалықты ол айтылған нәрсе іске асады, өйткені оны бастау, оны бірден өңдіріп алып кету оңай емес, өйткені араб елдері бар өндіріп отырған, біздің Қазақстан бар, Түркмения бар, көп елдерде де 30 жылға жуық тәжірибесі бар компаниялардың бәрі осында отыр. Олар қайта барып, Америкада ол жұмысты жалғастыра қояды деп те айту бір жағынан қиын. Оған уақыт керек. БРИКС мемлекеттері біз долларды сауда механизмі ретінде қолданбаймыз деп отыр. Трамп егер де осы БРИКС мемлекеттері долларды қолданбайтын болса, онда біз бұл мемлекеттерге 60%-ға дейін баж салығын саламыз деп отыр. Яғни олардың товарларына 60%-ға дейін баж салығын саламыз деп отыр. Бүгінгі таңда бұл дүние жүзіндегі сауда соғысына алып келеді. Қазақстанда теңге бағамының долларға қатынасының осындай айрықша болып тұрғаны бізде әртүрлі бір сылтаулар айтады. Ең бастысы бұл Ресейге қатысты ғой, санкцияға қатысты. Ресейдің рубльінің жағдайына қатысты бізде екі елдің экономикасы 40% көлемінде біріне бірі кіндігі байлаған жағдайда қалай біз одан бөлек қаржылық рынок болуы мүмкін. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің қандай зардап шегеді, біз оның әсері бізге міндетті түрде ауқнетса дейді ғой. Дональд Трамп президенттікке қайта келгенде елдің бәрі демін ішке тартып, соғыстың нүктесі қойылады деп күтіп отыр. Ісі мен ойын болжау қиын. Трамп Ресей басқыншылығын қалай тоқтатпақ? Трамп Путинмен қайда кездеспек? Неше түрлі болжамдар мен пайымдаулар да көп. Тіпті Телеграм каналдарының бірі дерек көздерге сілтеме жасап, Трамп Путинмен Қазақстанда кездесуі мүмкін деген сәуегейлікте жасаған. Кездесу орны ретінде Қазақстан мен Венгрия қарастырылып жатқанында айтылды. Қай жерде өтсе де бұл тарихи кездесу болмақ. Қазақстан депутаттары не ойлайды? Трамптың Қазақстанда Путинмен жолығуы мүмкін деген ақпараттар бүгін әлеуметтік желіде шығып жатыр. Не үшін Қазақстанда жолығады? Неге Ресейде жолығуға мүмкіндігі жоқ?
Енді Қазақстан осы Ресей мен Украинаның арасындағы жанжал кезінде өзін біріншіден бейтарап және екіншіден осы жанжалды шешудің ұтымды бір ұсыныстарын беретін мемлекетке айналып отыр. Өздеріңізге белгілі, осы 3 айдың ішінде президент Тоқаев Трамппен телефонмен сөйлесті, және Венгрияның президенті Орбанпен, премьер-министр Орбанпен сөйлесті, және Макронмен сөйлесіп жүр. Міне сонымен бірге Америка құрама штаттарына да, Ресейге де мынау шиеленіске қатыспаған, шиеленістен тыс тұрған мемлекеттер керек. Ол бүгінгі таңда объективті түрде Қазақстан. Сондықтан менің ойымша осы Трамп пен Путиннің кездесуі Қазақстанда болу ықтималдылығы зор болып аталады. Ол шешілген жоқ, бірақ осының ықтималдылығы зор. Қазақстанмен жолығу Трамп үшін де, Қазақстан үшін де мен ойымша өте пайдалы шешімдер қабылданады деп ойлаймын. Өйткені 5+1 деген бізде бағдарлама бар ғой. Орталық Азиядағы 5 мемлекет ақш мемлекетімен байланыс туралы. Осы жоба мүмкін, мен ойымша, ары қарай жалғасын табуы мүмкін. Оның үстіне Орта Азия мен Қазақстан қазір өзін бүкіл әлемде көрсетіп келіп жатыр, жақсы жағынан. Өйткені біздің отандық өнімдер, одан кейін жаңағы азық-түлік қауіпсіздігі, таза өнімдердің мәселесі қазір тек қана ол Қытай мен Ресейді ғана толғандырып отырған жоқ, бүкіл әлемді толғандырып отыр. Сол жағынан қараған кезде, одан бөлек енді Қазақстан мен Орталық Азияны соңғы жылдары Америка жақсы көзқараспен қарап келе жатыр. Өйткені бізде олар шикізат көзі ретінде көрсе де, болмаса осы дамушы мемлекеттерді қазіргі уақытта мынау даму қарқыны бізде соңғы жылдары шын мәнінде өте жақсы. Енді бұрынғы осыдан 10 жыл, 20 жылмен салыстыруға келмейді. Солардың барлығымен салыстырып қараған кезде, мынау Қазақстан барлық халықаралық деңгейдегі ұйымдарға, мемлекеттердің арасында өзінің беделін көрсетіп болды. Сондықтан кездесу мүмкіндігі әбден мүмкін. Өзіміздің көрші ел болғандықтан, екі ел де біздің дос ел, Ресей де, Украина да біздің кешегі одақтас республикалардың біреуі. Сондықтан осы арада жаңа бітімгер ретінде Қазақстан тарапы сондай ұсыныс жасағаннан кейін Қазақстан өтетін шығар. Басқа да мүмкіндіктер жетеді, егерде Польшада өтуге болатын мәселе. Бірақ Қазақстан нейтрал ел, ешқай жаққа жоқ. Сондықтан Қазақстанда өту ол заңды тұрғыда дұрыс деп ойлаймын. Осымен тағы бір апта тәмам. Назарларыңызға рахмет. 4-ші билікті көріп, лүпіл басып, бөлісіп отырыңыздар. Ол біздің жұмысымыз үшін өте маңызды.